дүниеге келген сәбилер бедеу болып қалуы мүмкін, немесе өзі туылған балалардан айырмашылық болуы мүмкін, басқаша бір туылатын сияқты да, енді эко арқылы инопланетендер туылмайды ғой. Рахмет. Қайде, официанттар құйып беру керек қой. Енді көптеген пациенттерден естіп отырамыз, жалған ақпараттарды айтады, мифтерді көп естиміз. Спасибо. Салат керемет екен. Мен өзім жақсы көрем креветкаларды. Қазір дәмін көрейін. Сіздерге қазір айтып берем, Осындай салаттарды жеп тұрсаңыздар, артық салмақтан да арылуға болады. Әсіресе кешке жаттарда тойып тамақ жемей, тек қана салат жеп, жаттарда жеңіл сол кезде ұйықтайсыздар. Сондықтан салатында өз пайдасы зор. Апельсинный соктың да пайдасы зор, бұл витамин С. Енді подсадкадан кейін, эмбрионды жатырға тасымалдағаннан кейін аяқты көтеріп жату керек. Кішкене сәл қимылдап қойса, ол эмбрионы түсіп қалады дейтін сияқты. Енді ол күлкінішті кішкене нәрсе. Себебі подсадкадан кейін қарапайым өмір сүре беру керексіздер. Жүріп, серуендеп, киноға барып, жақсы кітаптар оқып, күнделікті үйде жасап жүрген тамақтарыңызды, күнделікті астарыңызды дайындап ішсеңіздер де болады. Сондықтан мүлдем қимылдамай жатып, 2 аптадан кейін тест жасау керек деген, енді ол жалған ақпарат. Себебі эмбрион жақсы болса, ол сіздер жүрсеңіздер, жұмысқа барсаңыздар да, ол сізге жүктілік береді. Ал егер әлсіз болса, оның генетикалық тұрғыда дені сау болмаса, әрине, ол сіз 2 апта қимылдамай жатсаңыз да сізге жүктілік бермеуі мүмкін. Сондықтан тек қана ауыр нәрсе көтермеу, мысалы спортпен айналысқанда да енді штанга көтеріп, былай қатты күш түсірмеу керек қой. Көлік айдауға бола ма дейді, әрине бәрін болады. Сондықтан ол ешқандай сіздерге кедергі алып келмейді. Біз көбінесе енді жиі еститініміз, ол эко арқылы туылған сәбилердің дені сау болмауы мүмкін, немесе болашақта бедеу болып қалуы мүмкін деген сияқты осындай енді жалған ақпараттарды естіп жатамыз. Енді эко арқылы туылған сәбилер ешқандай айырмашылықсыз, яғни жай қарапайым табиғи жолмен дүниеге келген сәбилерден айырмашылығы болмайды. Енді одан асып түспесе, одан ақылдырақ болып кетуі мүмкін, керісінше. Ал былай болашақта бедеу болып қалады деген бұл бәрі жалған ақпарат қой. Және де бірінші эко міндетті түрде сәтсіз болып қалады дегенде енді мифтерді естіп жатамыз. Бұл енді өте жалған ақпарат. Себебі бізде көптеген пациенттеріміз бар. Бірінші попыткасынан көтеріп жатқан. Біріншісі сәтті аяқталып, бір емес, 2 сәбилі болып жатқанда пациенттеріміз көп. Сондықтан бұл да жалған ақпарат болып саналады. Ал 5-шіден енді 60, 70, 80 жаста келсе де эко жасай беруге болады деген осындай мифтерді естіп жатамыз. Әрине, бұл енді жасы ұлғайған, 60 жастан асқан қыз-келіншектерге эко жасалынбайды. Қазақстан елімізде 49 жасқа дейін эко жасатуға рұқсат етілген заңды түрде. Ал 49-дан, мысалы 50-ден 55 жас аралығындағы пациенттерге жиі ұсынамыз құрсақ ананың көмегімен эко жасауды және донорлық аналық жасаудың көмегімен эко жасауды. Сондықтан осындай сіздерге қысқаша түскі асымды ішіп пайдалы ақпарат бергім келді. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін, армандарыңыз орындала берсін, алға қойған мақсаттарыңызға ұмтылып, тек қана алға және жеңіс тілеймін.